Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Массасы 1000 кг жерден жасанды серігі жердің айналасында оның бетінен 1000 км қашықта шеңбер орбита бойымен қозғалады. Жердің жасанды серігінің потенциалдық, кинетикалық және толық энергияларын анықтаңдар. Егер біз балалар жердің жасанды серігінің потенциалдық энергиясының формуласын қорытып шығарып үйренетін болсақ, бұл есеп өте оңай екен. Сондықтан біз балалар алдымен осы жердің жасанды серігінің потенциалдық, кинетикалық энергиясын біраз еске түсірейік. Ол үшін біз балалар атқарған жұмыс әр уақытта потенциалдық энергияның өзгерісіне және кинетикалық энергияның өзгерісіне тең екенін білеміз. Сондықтан біз осы гравитациялық өрістің атқарған жұмысының формуласын қорытып шығарайық. Яғни дене жасанды серік бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырды. Осы гравитациялық өріс, яғни осы денеге әсер етіп жұмыс атқарды. Бірақ бұл жерде балалар өрісіміз бір текті емес, әр текті. Сондықтан әр текті өрістің атқарған жұмысының формуласын жазып қояйық. Алдымен А тең болады F орташа көбейтілген дельта R. Дельта R-ді көріп тұрмыз балалар сұлбадан. Бірден жазып қояйық. Дельта R-іміз R1 алынған R2. Енді бұл жерде балалар орташа күшті мәнін алуға болмайды екен. Өйткені бұл жерде гравитациялық өрістің арифметикалық ортасын алуға болмайды. Өрістің шамасы бірдей емес деп жаңа айтқан әр текті. Сондықтан біз бұл жерде мынандай шарт қабылдайық. R1-іміз өте үлкен дельта R-ден болсын. Және R2-іміз де өте үлкен дельта R-ден болсын. Сондықтан бұл жерде яғни жердің центрінен зымыранға дейінгі арақашықтық қой. Арақашықтықтан бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырған кездегі арақашықтық. Сондықтан бізде R1-іміз жуық шамамен R2-ге тең болады деген сөз. Бұл біздің 5-ші теңдеу. Енді атқарған жұмыстың формуласын жазайық балалар. А тең болады Ж R квадрат орташа мәні көбейтілген дельта R. Сонымен сонда бізде бұл жерде R орташа мәні квадраты R1 мен R2-нің көбейтіндісіне тең екен. Осыны 5 пен 2 мен 6-ны 7-ге қойайық. Жазып қойайық балар. 2 мен 6-нан 7-ге қоямыз. А тең болады Ж R1 көбейтілген R2, R1 алынған R2. Жеке бөлшек түрінде жазып көрейік осыны. Сонымен R1 көбейтілген R2 Ж R1 болады. Алынған Ж R2 R1 көбейтілген R2 болды. Бұл жерде қысқартып керек балар. Біздің сенші теңдеуіміз. Осы жерден А тең болады Ж R2 алу Ж R1 болсын. Енді балалар біз екінші суретпен жұмыс істейік. Зымыран А нүктесі жердің бетінен ұшып шығып, ол шексіздікке дейін бар дейді. Шексіздікке дейін барса, яғни R1-іміз шексіздікке ұмтылды деген сөз ғой балалар. Яғни онда бізде әсерлесу энергиясы нөлге тең. Сонымен индексін алып тастап, аны жазайық. Қалған сонда шексіздікке ұмтылған кездегі Ж бөлінген R болды. Ал біз білеміз, атқарған жұмыс әр уақытта потенциалдық энергияның өзгерісіне тең. Бұл ВП минус ВП нулевой.
Бізде чексізге соңғысы нөлге тең. Сонда бізден және бұның таңбасы сонда амыз сонда минус в нөлге тең болды. 10 мен 11-ді теңестірейік болады. Теңіздің оң жағы тең, сол жағы да тең, өйткені минус таңбасы потенциалдық чұңқырда тұр деген сөз. Сонымен біз потенциалдық энергияның формуласын балалар қорытып шығарып алдық. Ж ем бөлінген ер 13 жалпы формуласы қорытып шығардық. Бізде балалар 1000 км биіктік көтерілген, сондықтан біздегі потенциалдық энергияның формуласы Ж ем ер плюс H болады балалар. Яғни міне балалар, біз потенциалдық энергияның осы 14-ші формуланы қалай шыққанын білетін болсақ, бірден осы формуладан бастап ары қарай есеп шығара беруге болады екен. Енді балалар, үшін суретпен жұмыс істей отырып, балалар біз осы зымыраның H биікке көтерілген кезде кинетикалық энергиясы формуласын табайық. Бұл жерде балалар Ньютон екінші заңын қолданамыз. Яғни осы зымыранға центрге тартқыш күштің арқасында, центрге тартқыш үдеу беріп тұр. Яғни Ньютон екінші заңын жазамыз. Суреттен деп жазып қойын болар міне. Суреттен. Яғни F центрге тартқыш күш ема центрге тартқыш үдеу береді. Ал центрге тартқыш күш ол гравитациялық күш қой балалар. Ж ем енді ер плюс H биікте тұр. Бұлда ер плюс H деп бірден жазсақ балалар. 15 пен 16 теңестіреміз. Содан бізде, яғни бұл центрге тартқыш үдеу береді дедік. Енді үдеудің формуласы балалар ем, мына жерге жазып қойық. А центрге тартқыш үдеу v квадрат бөлінген ер плюс H болды. Біздің есебіміз бойынша. Сонымен ем в квадрат ер плюс H болды. 18. 16 мен 18 теңестірейік деп жазайық балалар. 16 мен 18-ді теңестіреміз. Сонымен Ж бізге кинетикалық энергия керек қой балалар. Алдым кинетикалық энергия. Жылдамдығы барын жазайық балалар. Ем в квадрат ер плюс H тең болады. Ж ем мынада квадраты бар, балалар. Тыста кетпіз. Сесеміз шықпай алады. Ер плюс H-тың квадраты. Квадрат пен квадрат қысқарады. Қалған жазайық балалар. Ем в квадрат тең болады. Ж ем бөлінген ер плюс H болды. Бұл жерде балалар 2 ғана жетпей тұр. Енді екі жаққа да 2-ні бөле саламыз. 2. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Сонымен ем в квадрат бөлінген 2 дейміз, ол кинетикалық энергия. Сонымен біз кинетикалық энергияның формуласында қорытып шығардық. Ж ем бөлінген 2 ер плюс H. Ал толық энергиямыз кинетикалық энергия потенциалдық энергияның қосындысына тең. Бұл есеп өте оңай балалар. Біз осы есеп шығару барысында H биікке көтерілген зымыраның потенциалдық және кинетикалық энергиясын қалай қорытып шығатынын біраз еске түсірдік. Мынар арта бірден есептей салайықшы балалар. Тең болады. Ж ем бөлінген 2 ер плюс H. Потенциалдық энергия потенциалды чұңқырда тұр. Минус болады. Ж ем ер плюс H. Бүтіннен жартын алатын болсақ, бұлар жарты болады. Сонда толық энергиямызда минус таңбамен болды. Өйткені себебі әлі де потенциалдық чұңқырда тұр. 2 ер плюс
H болды. H болды. Сонымен толық энергияның формуласын жазып қояйық балалар. Толық энергияның формуласы минус Ж ем бөлінген 2 R плюс H. Потенциалдық энергияның жартысына тең болды деген сөз ғой балалар. 22. Енді есептеу ғана қалды, балалар. Сонда біз үш-ақ формуламен егер осыны қорытып шығаратын болсақ, үш-ақ формуламен есептей салуға болады екен. Жымыз енді бірден орнына қойып есептей берейік, балалар. Жымыз 6,67. 6,67. 10-нан минус 11 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадрат көбейтілген 10-нан 3 дәрежесі килограмм көбейтілген жердің массасын береміз. 6 көбейтілген 10-нан 24 дәрежесі килограмм бөлінген 2. 6400-ге мұнды қосақ 7400 бала. 7,4 10-нан 6 дәрежесі метр тең болады. Енді бірлігін шығарайық балар. Килограмм квадрат пен килограмм қысқарсын. Метр мен метр квадрат қысқарсын. Сонда бізде ньютон көбейтілген метр бөлінген килограмм. Біреу міне. Болды, сон ньютон көбейтілген метрге қалу керек қой бала. Сонда ол жолы береді. Енді қорытып шығарған формуламыз дұрыс деген сөз. Енді дәрежесін шығарып алайық балар. 17, 24, 27, 10 дәрежесі қалады. 10-нан 10 дәрежесі қалды. Өте оңай болып кетті ғой балар. Енді 6-ны 2-ке бөлсек 3, сонда 6,67-ні 3-ке көбейтіп 7,14-ке бөле саламыз. Сонымен 6,67 көбейту 3 бөлу 7,14. 2,7. 2,7. Сонымен кинетикалық энергиямыз болар. 2,7 10-нан плюс 10-нан 10 дәрежесі жол болды. Потенциалдық энергиямыз бұдан 2 есе көбейе, бірақ минус 5,4 көбейтілген 10 дәрежесі жол. Ал біздің толық энергиямыз кинетикалық энергияның шамасын айтты, бірақ тамасы 0. Минус дегенде минус 2,7 10 дәрежесі жол болды. Балар бұл есептің егер біз потенциалдық зымыраны ашып биіктікке көтерілген кезде потенциалдық энергиясын, одан кинетикалық толық енді сол үш энергияны формуласын білетін болсақ, есеп осы үш-ақ формуламен шыға келеді екен. Осы оңай есеп шығару барысында сіздерге мен потенциалдық және кинетикалық формуласы қалай өрнектеп шығарға болатынын сразу еске түсірдім. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар балалар.